Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге тәуелдік есімдіктерін қысқаша түсінікті етіп түсіндіргім келеді. Менің, сенің, оның, біздің деген нәрселерді біз қалай айтамыз? Мен бірінші менің, сенің дегендерді айтып шығамын, сосын мысал келтіретін боламын. Жазып, түртіп алып жаттасаңыздар болады. Менің my, сенің your, оның қыз балаға her, ұл балаға his, заттарға its. Біздің our, сендердің, сіздердің your, олардың their. Енді мысал келтірейік, достар, жазып жаттап алыңыздар. Менің отбасым my family. Сенің кітабың your book. Біздің мұғалім our teacher. Біздің бөлме немесе our room. Our room is here. Біздің бөлме осында. Оның есімі John деп айтайық. His name is John. Осы сияқты мысалдар келтіріп, өздеріңіз комментария қалдырыңыздар. Түсінікті болса лайк басып қолданыңыздар.